Біз осы бағдарламаға сәйкес Самұрық Қазына компаниялары тобындағы бәсекелестік ортаға берілетін кәсіпорындардың тізімін жасаған болатынбыз. Тізім осы жылдың 12 мамырында үкімет арнайы қаулысын бекітілді. Енді аталған бағдарламаны орындау мақсатында атқарылып жатқан жұмыстарға қысқаша тоқталып өтейін. Бірінші кезекте қордың басқарма төрағасының орынбасары Елена Леонидовна Бахмуттың басшылығымен Самұрық Қазына компаниялар тобының активтерін сату жөніндегі басқарушы комитет құрылды. Басқарушы комитеттің негізгі міндеті Самұрық Қазына компаниялар тобының 14-16 жылдарға жекешелендіру бағдарламасын орындау барысында мониторинг жүргізу, бақылау жасау болып табылады. Бүгінгі таңда қор мен оның еншілес компанияларына қарасты активтер мен нысандарды сату ережесі жасалып, Самұрық Қазына директорлар кеңесінің қарауына енгізілді. Ереже 3 қағидаға сүйенеді. Олар ашықтық, заңдылық және экономикалық тиімділік. Сондай-ақ ережеде активтер пен нысандарды сату талаптары айқындалған. Бұл қағидалар не үшін қажет? Біріншіден, ашықтық мәселесі. Ереже бойынша активтер мен нысандары сату кезінде барынша ашықтық пен әділдікті қамтамасыз ету үшін жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану көзделген. Активтерді сату қаржы министрлігінің электрондық алаңында жүргізіледі деп күтілуде. Заңдылық қағидасы бойынша тиісті заңдық сараптамадан өткен үшінші бір жаққа қарызы жоқ таза активтер мен нысандар ғана сатуға шығарылады. Сонымен қоса, қолданыстағы заңнамаға сәйкес, егер активтің екінші иесі немесе акционерлер болса, сату құқы бойынша оларға артықшылық беріледі. Олар бас тартқан жағдайда актив барлық талаптар бойынша сатылымға шығарылып, жеңген тарапқа беріледі. Экономикалық тиімділік қағидасына сәйкес, қор активтерді нарықтағы бағаға орай сатып, табыс табуға тырысады. Кейбір активтерді сұранысқа ие болмай жатса, қор оны мүлікті жаратудың өзге шешімдерін қарастырады. Осы жұмыстың барынша ашық жүргізілуі үшін арнайы қор мен оның еншілес компаниялары жанынан ұжымдық органдар активтерді сату жөніндегі комиссиялар құру көзделген. Комиссиялардың құрамына қордың жетекшілері мен сарапшылары мен өзге министрліктердің, кәсіпкерлер ұлттық палатасы мен Нұр Отан партиясының өкілдері кіреді. Ереже бойынша сатудың электронды аукцион және электронды тендер түрлері қарастырылған. Аукцион жеңімпазы баға арқылы ғана анықтайтын активтерге қолданылады. Тендер сату кезіндегі ерекше талаптар болған жағдайда қолданылады. Бұл қандай талаптар? Мысалы, активті сату барысында мынандай ерекше талаптар болуы мүмкін. Біріншіден, сатуға шығарылған активке салынатын инвестициясының көлемі, түрі және мерзімі. Екіншіден, өндіріс көлемінің белгілі бір деңгейін, өндірілетін өнімнің түрін немесе сатылатын компаниялардың қызмет түрін анықтау. Сосын бағаны белгілеу талабы, соның ішінде бағаның деңгейін шектеу. Тағы да басқа табиғатты қорғау шараларын өткізу, қызмет түрін сақтау, жаңа жұмыс орындарын ашу және сақтау, өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылым нысандарын пайдаланудың талаптарын сақтау. Қор сатылатын активтердің әлеуметтік экономикалық ортаға әсерін ескеріп, кәсіпорындарды жекеменшікке бергеннен кейін олардың әлеуметтік кепілдігі мен бәсекеге қабілеттін қамтамасыз ететін талаптарын белгілейтін болады. Қазіргі уақытта осы ережені бекіту үшін дайындап жатырмыз. Мақұлданған жағдайда маусым айының ортасында жұртшылыққа жария ететін боламыз. Құжат бекітілген кейін қор мен оның еншілес компаниялары ұйымдастыру жұмыстарын жүргізеді және активтерді шілде-тамыз айларында ереже бойынша сатыла бастайды. Бірақ оған дейін қор мен оның құрылымдары активтерді қолданыстағы тәртіп бойынша сатады. Осы жерде бұл тәртіптің қолданатын ережелерге қайшы келмейтінін баса айтқым келеді. Хотел бы подробно рассказать о наших планах по приватизации на ближайшие 2 месяца. График на июнь-июль определен.
Первые мероприятия в рамках осуществления программы приватизации ожидается 17 июня, когда состоится вскрытие конвертов по тендеру в рамках продажи 51% акций дочерней структуры Казахстан Инжиниринг, акционерное общество 832 авторемонтный завод в городе Алматы. На конец июня, начало июля запланировано проведение аукциона, на котором потенциальным покупателям будут предложены 100% акций ТО «Дворец культуры Ульбинского» металлургического завода «Казатомпрома». В июле из состава Казахстан-Темиржола планируется вывести 100% пакеты акций ТО «Ертыс-сервис» в Экибастузе и ТО «Казакурт-Юг» Шымкент, специализирующий на оказании услуг по подготовке вагонов под подгрузку нефтеналивными грузами, а также услуг, сопутствующих подготовке грузовых вагонов. Кроме того, реализации подлежат 100% акций ТО «Бас-Балхаш-2004» и ТО «Акберен» в Туркестане, осуществляющих ремонт подвижного состава. Все активы являются компаниями 4-го уровня по отношению к фонду, то есть внучатыми по отношению к Казахстан-Темиржола. По продаже 49% доли владения другого объекта Казатомпрома, то Казгеомаш, это в Сараемском районе Южно-Казахстанской области, производящий бурильные колонны, соединительные элементы и утяжеленные бурильные трубы, право приоритетного выкупа будет в соответствии с законодательством предложено второму участнику после завершения оценки. В случае отказа второго участника объявление будет опубликовано в республиканских газетах и на сайте компании в июле текущего года. Обе компании тоже 4-го уровня. 30% ТО «Ремсервис», ремонт оборудования, город Петропавловск, 20% производителя продуктов ТО «Марс Алматы» и 25% биоинженерной компании ТО «Биоинжиниринг Уральск», внучатых компаний ТО «Казахстан Инжиниринг» планируется реализовать в июле посредством аукциона.